Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай керемет сникерс пирогымен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Енді осы пирогтың рецептісімен сіздермен бөлісемін. Ал енді кеттік. Бізге керек 150 грамм май керек, 1 жұмыртқа, 4 ас қасық какао, 1 шай қасықпен разрыхитель, 60 грамм шекер, 200 грамм ұн керек. Ал енді бастайық. Жұмыртқамызды, майымызды және де шекерімізді салып, бастап араластырамыз. Үстіне какао мен разрыхителімізді саламыз. Үстіне араластырып отырып, ұнымызды саламыз. Сұйық баланстан венчикпен араластырамыз, қоюланғаннан кейін қолмен араластырамыз. Ары қарай қамырымызды қолмен илейміз. Жақсы илеп аламыз да, содан кейін барып табаға саламыз. Біркелкі болып қамырымыз шықты. Енді осыны екіге бөлемін. Қалған осылай жанына жасаймыз, жан пирогымыздың. Жегін бәрін біркелкі қыламыз. Піскен уақытта нанымыз көтеріліп кетпеу үшін осылай вилкамен жасаймыз. Дайын болған қамырымызды холодильникке
шамалы уақытқа салып қоямыз. Оған дейін біз начинкасын дайындаймыз. Сгущенка пайдаланамыз. Содан кейін барып, мынадай қою сапалы сгущенка пайдаланамыз да, және де 50 грамм орех пайдаланамыз. Сгущенкамыз 400 граммдай болады. Оның үстіне 50 граммдай орехімізді саламыз да, жақсылап араластырамыз. Араласып болған начинканы, дайын болған начинканы жаңа холодильникке қойған қамырымызға саламыз. Начинканы салып, біркелкі жаямыз. Содан кейін 180 градусқа 30 минуттай пісіріп аламыз. Тұрымыз керек, ол үшін бізге 50 грамм майымыз ертіп алдық, және де 50 грамм арахис керек, және 90 грамм шоколад керек. Шоколадымызды ертіп аламыз. Міне пирог дайын болды, енді осыны 3 сағатқа әбден суығанша қоямыз. Болды, 3 сағаттай суыды, енді үстіне дайын болған глазурымызды құямыз. Bir тегіс қылып жағып, он бес минуттай холодильникке қоямыз, салқындатып.